Сәлем оқушым. Физика пәнінен 9 сыныпқа арналған курсқа қош келдің. Сені көргеніме қатты қуаныштымын. Сенімен бірге Шұғыла апайың осы алдағы неше айларда сенің физика пәні мұғалімің. Ең алдымен жалпы сені осы курста көргеніме және осындай бір желаниемен бастап жатқаныңа қатты қуаныштымын, және сол бір желаниені, сол бір мотивацияны соңына дейін ұстап қалайық. 9 сыныптың жалпы бағдарламасын күшті қылып тез өтіп бітірейік, иә. Саған түсіндіргенім жалпы сабақтардың түсінікті болады деген үміттемін. Түсініксіз жерлер болып жатса, міндетті түрде маған жазсаң, мен саған жауап беремін. Ол жағын уайымдамасаң болады. Ал енді бүгінгі тақырыпты бастайық. Біз жалпы 9 сыныпта механикалық қозғалыс тақырыбынан бастаймыз. Өзің 7 сыныптан білетін боларсың, механика тарауы бізде жалпы физикадағы ең үлкен тараулардың бірі. Және оның өзі 3-ке бөлінеді. Иә? Ол бізде кинематика, статика және динамика. Бұлардың ішіндегі ең оңайы десек болады, ең көп таралғаны кинематика тарауын бүгін біз өтетін боламыз. Жалпы кинематика дегеніміз не? Ол кез келген бір материя дегеніміз кез келген бір заттың қозғалысын, яғни механикалық қозғалысын зерттейді екен. Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Ол уақыт өте келе, яғни белгілі бір уақытта дененің басқа бір денеге қатысты орнының өзгеруі. Неге біз физикада дененің басқа денеге қатысты орнының өзгеруі деп айтамыз? Біз просто так қозғаламыз ғой деген сияқты. Но имейте в виду то, что біз просто қозғалсақ, біз қаншалықты жол жүргенімізді, қанша секундта жүргенімізді нақты есептей алмаймыз. Сол үшін біздің қозғалысымыз қашанда белгілі бір денеге қатысты болады. Яғни, мысалы, мен бір точкада просто тұрмын. Белгілі бір А точкасында тұрмын, иә? Қазір отырған жерімді айтайық. Мен партаның қасында отырмын. Кейін мен белгілі бір жол жүрдім, иә? Б-ға дейін жүрдім. Егер мен өзімнің қозғалысымды просто адам Б-ға дейін жүрдім десем, мен өзімнің қаншалықты жол жүргенімді білмей қалам. Қанша секундта жүргенімді білмей қалам. Потому что мен белгілі бір точкада тұрғанмен ол точканы белгілеп қойған жоқпын. Просто сол жерден кетіп қалдым. Сізде де мысалы далаға ойнауға шыққан кезде, да, ойнап жүріп, айналып жүріп, қанша жерге жол жүріп келгендеріңді, қалай істегендеріңді білмей қаласыңдар, түсінбей қаласыңдар. Өйткені физика жағынан қарастырған кезде нақты білу үшін біз белгілі бір затқа қатысты есептейміз өзіміздің жылдамдығымызды, қозғалысымызды. Сол сияқты міне партаны алсақ, мен мына жерде партадан 0 метр қашықтықта тұрмын. Кейін мен жүргеннен кейін есептесем, партадан 5 метр қашықтықта тұр екенмін. Демек, мен 5-тен 0-ді азайтып, өзімнің қозғалысым 5 метр болғанын біле аламын. Түсінікті ме? Түсінікті деп ойлаймын. Енді ең маңызды зат кинематика туралы. Кинематика денелердің қозғалысын, оның себептерін ескермей қарастырады. Оны қалай түсінсек болады? Жаңа мен айттым, иә, партадан былай қозғалдым, партадан 5 метр жерге кетіп қалдым деп. Бірақ мен айтқан жоқпын ғой, мен қозғалу үшін мені келіп беріп 5 метр жерге қозғалатындай итеріп жіберді, осындай күшпен итеріп жіберді. Или мен белгілі бір күш салып жүрдім, аяғымды бастым, көтердім, осыған 10 ньютон күш салдым, мынаған 5 ньютон күш салдым деп айтқан жоқпын ғой. Немесе мен қозғалу үшін белгілі бір себеп болған жоқ та, маған бірдеңе істеу керек болды деген сияқты. Оның бәрін біз қарастырмаймыз, өйткені кинематика тарауы дененің қозғалысын, оның себебінсіз салдарынсыз қарастырады. Ал егер біз динамика тарауына айтатын болсақ, менің қозғалуым үшін белгілі бір күш қажет болады. Сол күшті ескеретін ол динамика тарауы. Ал кинематика тарауында мүлдем бұны қарастырмайды екенбіз, жай ғана все четко, понятно. Осындай жылдамдықпен бардым, осынша метр жүрдім, осынша секунд кетті. Все. Енді кинематикада механикалық қозғалысын сипаттайтын шамалар бар. Ол бізде санақ денесі, материалдық нүкте, траектория, жол орын ауыстыру. Мына үшеуін қоя тұрайық. Ең алдымен санақ денесі және материалдық нүкте не екенін түсініп алу керек. Материалдық нүкте ол пішіні мен өлшемдерін қозғалыс кезінде елемеуге болады дене. Ол қалай түсінеміз? Мен Атырауда тұрмын, иә, А точкасы Атырау. И мен Атыраудан Астанаға бару керек. Иә. И мен не істеймін? Машинамен жолға шығамын. Арасы мысалы 1000 метр немесе 1 километр. 1000 километр немесе, не знаю, окей, просто 1000 километр деп алсам. Арасы 1000 километр болатын болса, мен сағатына 50 километр сағатпен жүріп, қанша күнде жетемін, или қанша сағатта жетемін деген сияқты. Жай ғана
қозғалысты қарастырамыз. Бірақ мен ойламаймын, мынау менің машинам үлкен, менің машинам кішкентай, ол тез жүреді, ой жай жүреді деген. Әрине тез жай жүруін қарастырамыз, бірақ машина үлкен болған соң тез жүреді немесе кіші болған соң тез жүреді деп қарастырмаймын. Бұл дененің салмағын мүлдем қарастырмаймын. Пішінін, өлшемін, массасын, жай ғана машина бар ма? Машина бар. Все. Сол машинамен 50 км/сағатпен Астанаға дейін 1000 км жүремін. Все. Материалдық нүкте ретінде қарастырып тұрмыз. Сонда ешқандай пішін, өлшемін есептемесек, ол машина мен үшін материалдық нүкте болып қалады екен. Ал егер екінші жағдайда бізге айтады, белгілі бір өткен жол бар, перекресток дейік па, қалай айтсақ болады. Содан бұның ұзындығы, допустим, 10 метр. Және біздің машинамыздың, допустим, ұзын бір машина, или не знаю, бір Lexus па, Гейнваген ба, ұзын бір машина бар бізде. Ұзын, прям ұзын, 20 метр. Осы перекресттен полный өтіп кету үшін қанша уақыт керек болады, қалай өту керек болады деген сияқты сұрақ қойса бізге, мына перекресток өзі 10 метр. Одан машина бүйтіп өтем дегенше, бастапқы машинаның басы, окей, перекресттің соңында тұрып, бірақ соңы даже оған кірген жоқ па әлі мына жерге. Көріп тұрсыңдар ма? Сол үшін ол полный шығып кету үшін бірінші былай кетіп қалу керек. И соңы мына жерге келген кезде ол уже бірталай метр жүріп тастайды. Мы же не рассматриваем, атыраудан шығу үшін машинаның ұзындығы мындай, так осылай жүру керек деп. Ал мына жақта біз оны қарастырамыз. Потому что машинаның ұзындығы мына жолдың ұзындығынан ұзын болып тұр. Машинаны рассматривать ету керек болып тұр бұның ұзындығын. Ал бұл жағдайда ол материалдық нүкте болмайды. Материалдық нүкте емес. Ал мына жақта материалдық нүкте. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді екінші зат санақ денесі. Жаңадан бері біз айтып жатырмыз, белгілі бір денеге қатысты қозғалысымызды есептейміз. Партаға қатысты, жерге қатысты деген сияқты. Сол қай затқа біз қатысты деп қараймыз, ол бізде санақ денесі болады екен. Санақ денесі және материалдық нүкте, онымен қатар бізде уақыт өлшеу құралы, яғни просто уақыт, бізде үшеуі қосылып санақ жүйесін құрайды екен. Механикада санақ жүйесі деп санақ денесімен байланысқан координаталар жүйесі және уақыт өлшеу құралының біріктірілген жиынын айтады. Координаталар жүйесі не десеңдер, біз жалпы 3D әлемде сүреміз, біздің биіктігіміз, жанымыз, еніміз, ұзындығымыз бар, үшеуі бар, міне. Және сол координаталық жүйенің басы 0 метр болады, и ол бізде санақ денесі. Мысалы, мен партаға қатысты 0 метр жерде тұрым, дальше бүйтіп ұзын кете берем, 5 метр жерге барамын деген сияқты. Оның бәрін осы координат арқылы есептейді екенбіз. Және координатаның 0 нүктесі ол жаңағы санақ денесінен 0 метр, яғни санақ денесінде тұрған жерің болып есептеледі екен. Және бізде уақыт просто қанша секунд өткенін, қанша минут өткенін есептей береді екенбіз. Енді соңғы үшеуіне өтейік. Траектория, жол, орын ауыстыру. Негізі 7-ші сыныпта өткен тақырыптарын бірақ бір қайталап жіберейік. Траектория дегеніміз не, жол дегеніміз не, орын ауыстыру дегеніміз не. Ең бірінші біз барайық. Бұл бізде 7-ші сыныпта қайталау. Енді бастайық. Мысалы, бірінші жағдайда сен жай ғана А нүктесінен мына жерде тұрған Б нүктесіне бар. Ол сенің мысалы үйден мектепке дейін арақашықтығың болуы мүмкін. Негізі мына жақтан бір күшті асфальт салынған, күшті болып асфальт салынған, мындай асфальт тұр. Сен сол асфальтпен барасың, жүру оңай болу үшін, қиын жерлермен жүрмес үшін. И сенің жүрген ізің осындай болады. Былай, аяғыңның ізі деп есептей беремін. Осы аяғыңның салып кеткен ерең ізі, бұл бізде міндетті түрде траектория. Яғни сенің жүріп өткен жолыңның траекториясы ол сенің ізің болады екен. Ал егер сен осы траекторияның сызықтарын бәрін бір-бірімен қосса, жүріп өткен жолыңның, ол бізде жол болады. Яғни сенің жүріп өткен жолыңның ұзындығы ол сенде жол екен. Ал енді орын ауыстыру деген не? А точкасынан Б точкасына сен келдің. Окей, сен былай 50 метр жүрдің, былай тағы 50 метр жүрдің. Бірақ по факту сенің орын ауыстыру мына үйің мен мектептің арасындағы ең қысқа жолдың ұзындығына тең болады. Сен 50 метрден 100 метр жүре бер, окей.
Сенің жүріп өткен жолың 100 метр. Бірақ по факту сен А точкасынан Б точкасына дейін бастапқыдан соңғысына дейін тек қана елу көбейтілген турасы 2 метр жол жүрдім. Мен бұны қалай есептедім? Оны Пифагор әдісі бойынша есептедім. Алдағы уақытта өтетін боламыз. Бірақ сен 100 метр жүргеніңмен орын ауыстыру одан азырақ болуы мүмкін. Немесе сен белгілі бір стадионда айналып жүріп келдің, иә? Стадионның ұзындығы 200 метр. Сен 200 метр жүгірдің, все, терледің, шаршадың, траекторияң осындай болып, бүйтіп круговой болды. Оны бүйтіп сызған кезде сен кәдімгідей 200 метр круг жол айналып келіпсің. Бірақ сенің орын ауыстыруың 0 метр болады. Потому что сен осы жерден бастадың, осы жерге қайтып айналып келдің. По факту сен орын ауыстырған жоқсың. Сен қай жерден бастадың, сол жерге қайтып келіп тұрсың. Окей, сен егер мына жерге кетсең, біз айтатын едік, сенің орын ауыстыруың 100 метр болды. Потому что сен мына жерге жүріп келдің, мына жер 100 метр болды деп. Бірақ сен барған жеріңе қайтып келген соң, қозғалыстың соңында сенің орын ауыстыруың 0 метр болады. Даже если сенің жүрген жолың 200 метр болса да. Ал түсінікті болды деген ойдамын. Денелердің қозғалысын салыстырмалығына деп. Бұл не? Жаңадан бері біз айтып жатырмыз, қозғалысымызды белгілі бір затқа қатысты біз есептейміз деп. Ол дұрыс. Ал бізде екінші жағдай бар. Бір дене, бір мезгілде, яғни бір уақытта бір денеге қатысты қозғалыс та болуы мүмкін, бірақ басқа денелерге қатысты тыныштық күйде болуы мүмкін. Это нормально. Мысалы, екі машина бірдей жылдамдықпен жүріп келе жатыр. Бұл да 50 метр секундпен жүріп келе жатыр. Мына машина да 50 метр секундпен жүріп келе жатыр. Жерге қатысты, мысалы, допустим, мына жақта бір столб бар да, осы столбтың жанынан екеуі бастады негізі басында, и кетті жылдамдығымен. Мына столбқа қатысты бұл машинада біріншісі де, екіншісі де 50 метр секунд жылдамдықпен ары қарай кетіп бара жатыр. Бірақ екі машина бір-біріне қатысты тыныштықта. Ол қалай вообще миға сиятын зат па? Қозғалыстағы машина ғой, қалай ол тыныштықта болады? Ол бізде денелердің салыстырмалығы, яғни қозғалыстың салыстырмалығы туралы. Егер сен бір адаммен бірдей жылдамдықта кетіп бара жатсың, мысалы сен подругаңмен жолда жүріп бара жатасың да, үлкен жол, екеуің әңгіме айтып кетіп бара жатсыңдар осылай. Екеуіңнің жылдамдықтарың бірдей, получается, сен ол қызға қарап тұрсаң, сенің көзіңше ол қыз вообще өзгермейді. Сенің көзіңнен алға шығып кетпейді, не сенен артта қалып қоймайды. Екеуің бір деңгейде, бірдей, мысалы 5 метр секунд сияқты жылдамдықта келе жатасыңдар, и екеуің бір-біріне қатысты тыныштықтасыңдар. Все. 5 азайту 5 0-ге тең. 0 болса, ол уже бір-бірлеріне қатысты тыныштықтасыңдар, бірақ жерге қатысты 5 метр секунд жылдамдықпен екеуің де жүріп келе жатсыңдар екен. Қызық, иә? Жалпы осындай жағдайларда дененің жалпы жылдамдығы ол салыстырмалы жылдамдық пен тасымал жылдамдықтың қосындысына тең болады екен, геометриялық қосындысы. Өйткені бізде мына жерде вектордың белгісі тұр. Егер вектордың белгісі тұр десе, бұл қосынды геометриялық деп есептеледі. Яғни кез келген жағдайда, мысалы, бірінші жағдайда пойыз бар дейік, иә, или бір перрон, и үстінен пойыз кетіп бара жатыр. И ол пойыз, мысалы, 10 метр секунд жылдамдықпен жүріп бара жатыр. Ішінде адам тұр. Ол адам пойызға қатысты тыныштықта. Өйткені пойыздың ішінде адам қозғалып тұрмаса, пойыздың ішіндегі адам пойыздың ішінде тыныштықта, пойызға қатысты. Ал егер жерге қатысты қарайтын болсақ, адам пойызбен бірге 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Сонда адамның пойызбен салыстырмалы жылдамдығы 0 метр секунд болса, адамның тасымал жылдамдығы 10 метр секунд болады. Сонда 10-ға 0-ді қоссақ, 10 метр секунд. Адамның жылдамдығы 10 метр секунд екен. Екінші жағдайды алайық. Адам пойыздың ішінде тұр әлі. Адам пойыздың мына жерінде тұрса да, примерно вагонның бір шетінде тұрса, ол екінші шетіне қарай артқа қарай жүріп бастайды. И ол, допустим, 5 метр секундпен жүріп бастайды. Ал пойыз жерге қатысты 10 метр секунд жылдамдықпен жүріп бара жатыр. Пойыз бұлай жүріп бара жатса, ішіндегі адам пойыздың екінші шетіне 5 метрмен жүріп бара жатыр. Геометриялық қосындысы 10 метр секунд азайту 5 метр секунд болады. Неге? Өйткені мына векторлар бір-біріне қарама-қарсы. Пойыз оңға жүріп бара жатса, адам солға жүріп бара жатыр. Ал бұндай жағдайда біз не істейміз? Векторларды қосқан кезде қарама-қайсы болса, бір-бірінен азайтады екенбіз. Сонда адамның жерге қатысты жылдамдығы 5 метр секунд болып қалады екен.
Өйткені ол пойыздың ішінде қаншалықты болғанымен, ол пойыздың ішіне кері кетіп бара жатыр. И ол бәрібір де жылдамдық азайған болып есептеледі екен. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Просто егер түсінбей жатсаңдар, қазір көздеріңді жұмыңдар и представьте, сендер пойыздың ішінде тұрсыңдар. И вагонның бір шетінде, мысалы, купенің соңында сенің достарың бар. И сен купеге қарай кетіп бара жатсың, а поезд наоборот алға қарай қозғалып бара жатыр. Сен артқа қарай кетіп бара жатсың. По идее прикольно. Сен өзің түсінесің, то, что сен жылдамдыққа қарсы кетіп бара жатсың. И сендердің жылдамдықтарың азайтылады екен. Енді ойлауларың мүмкін, неге азайттық, ол қосынды ғой деген сияқты. Геометриялық қосынды ол всегда қосамыз деген сөз емес. Ол векторға байланысты. Егер пойыздың ішінде тұрып сен пойыздың алдына қарай кетіп бара жатсаң, окей, қосамыз. 10-ға 5-ті қосып, сенің өзіңнің жерге қатысты жылдамдығың 15 метр секунд дейміз. Бірақ егер сен векторың қарама қарсы болып пойыздың артына қарай кетіп бара жатсаң, ол қосамыз деген сөз емес. Ол азайтып 5 метр секунд болады деген сөз екен. Енді практика жасайық осыған байланысты. Bir қалыпты көтеріліп келе жатқан лифттің, яғни жеделсатының жолаушысы қолындағы кітапты түсіріп алды дейді. Просто представим, жоғары көтеріліп келе жатқан лифт ішінде адам тұр, иә. Оның қолындағы кітап жерге түсіп кетті. Кітаптың жылдамдығы қозғалыс басталған кезде қай санақ жүйесіне байланысты азаяды? Жылдамдығы қай азаяды? Енді үш нені беріп қойған бізге, санақ жүйесін беріп қойған. Жолаушыға, жеделсатыға немесе жерге. Бірінші жолаушыны қарайық. Жолаушы өзі көтеріліп келе жатыр. Ничего в этом такого нет. Жолаушы мен мынау кітап бір-біріне қатысып тыныштықта. Біз поезды не рассматриваем, потому что бізге санақ жүйесі именно кітап пен адамды ғана айтып тұр. Ол поезда, мына лифтта жоғары кетіп жатыр ма, төмен кетіп жатыр ма, это не имеет значения, потому что даже мен машинада отырған кезде, лифтта тұрсам, қолымда су бар, су екеуміздің жылдамдығымызды ғана рассматривать етсем. Мен лифтпен көтеріліп жатырмын ба, түсіп жатырмын ба, это не имеет значения. Өйткені санақ жүйесі бізге жолаушы дейді. Енді менің қолымдағы зат түсіп қалады просто. Оны жерге ауырлық күші тартады ғой. И бұл кітап жерге құлаған кезде тыныштықтан бастап жылдамдығы көтеріліп бастайды. Дұрыс қой. Мына жерде 0 метр секунд болып тұрса, кітап тыныштықта тұрса, маған қатысты екеуміз қозғалмай тұр ғой просто. И ол түсіп кетеді да қозғалады. Оның соңғы жылдамдығы жерге түскеннің алдында, допустим, 5 метр секунд болуы мүмкін. Потому что ол реально бір жылдамдықпен түсті жерге. Получается, мына жақта оның жылдамдығы өсті. Тып-тыныш қозғалмай тұр еді, қозғалып кетті. Жылдамдығы өсіп кетті. Получается, мына жақта жылдамдығы азаймайды, наоборот, көбейіп кетеді. Бұл жауап емес. Бізге айтып тұр, қай санақ жүйесіне байланысты жылдамдық азаяды. Енді жеделсатына қарайық. Бізде жеделсаты бар. Ол просто көтеріліп келе жатыр, да? Енді жеделсаты мен кітапты қарасақ, екеуі бір-біріне бәрібір тыныштықта тұр. Потому что окей, жеделсаты жоғарыға қозғалып келе жатыр, бірақ ол жерге қатысты жоғарыға қозғалып келе жатыр. Өзін алатын болсақ, просто ішінде кітап просто тұрды адамның қолында. И ол төменге түскен кезде не істеді? Қайтадан оның жылдамдығы көтерілді. Потому что жеделсатының мынау асты бар ғой. Осы асты мен кітапты алатын болсақ, басында екеуі де тыныштықта тұрады, кейін кітап жылдамдықпен қозғалады. Хотя мынау кітапқа байланысты қозғалып кеткен жоқ қой. Получается, бұл да жауап емес. Енді үшінші жауаптар жерге қатысты. Вот дұрыс жауап осы болады. Өйткені жеделсатының ішінде тұрған кітап жерге қатысты жеделсатының жылдамдығымен қозғалады. Жеделсаты мысалы 10 метр секундпен жоғарыға көтеріліп келе жатыр ма? Значит, кітап тоже жоғарыға қарай 10 метр секундпен қозғалып келе жатыр. И ол жерге түскен кезде, мысалы 5 метр секунд жылдамдықпен түсуі мүмкін. Сонда векторлар бір-біріне не болып кетті? Қарама қарсы болып кетті. Получается, 10 метр секундтан 5 метр секунд азайтылып, кітаптың жерге қатысты жылдамдығы азайып кетті. 5 метр секунд болып қалды. Жауабымыз, значит, жерге қатысты жылдамдығы азайды дегенді білдіреді екен. Түсінікті болды деген ойлаймын. Даже если картина ретінде қарайтын болсақ, лифт просто көтеріліп келе жатыр, кітап төменге түсіп кетті. По идее, кітап ана жерде уже 15 метр биіктікте тұру керек, если жеделсатының ішінде кәдімгідей биіктікте тұрса адамның қолында. Бірақ ол түсіп кетті, и ол 13 метр жерде болып қалды. Жылдамдығы азайды, оның қозғалысы да азайып кетті. Хорошо? Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі. Теплоход өзен ағысымен 21 км/сағат жылдамдықпен, яғни өзен ағысымен 21 болады екен. Ағысқа қарсы 17 болады екен. Сонда судағы жылдамдығын анықтаңдар. Егер біз өзен ағысымен қозғалсақ, біз өзен ағысы жылдамдығына
өзіміздің жылдамдығымызды қосамыз. Яғни өзіміздің жылдамдығымыз, кешірім сұраймын, x болса, өзен ағысының жылдамдығы y болады екен. Ол бізде 21-ге тең. Енді өзіміздің жылдамдығымыз ағысқа қарсы болған кезде өзен ағысынан азайып кетеді екен. X-тен y-ды азайтқан кезде 17 болады. Осындай бір жүйе құра аламыз, және сіздер оны шығара аласыңдар деген үміттемін. Екеуін бір-біріне жай ғана қосайық. 2x y-дан y азайтылған кезде 0 болып кетеді. 21-ге 17-ні қосатын болсақ, бізде 38 болады. X тең 19 км/сағат екен. Енді 19 қосылған x тең 21 деп, өзен ағысы жылдамдығы 2 км/сағатқа тең болатынын таба аламыз. Сонда біз өз жылдамдығымыз 19 км/сағат, өзен ағысы 2 км бізге көмектесіп, давай бірге жүзейік дейді да, сенің жылдамдығың 21 қылып жібереді. Егер сен қарсы ақсаң, ол сенің жылдамдығыңды тоқтатуға тырысады да, наоборот азайтып жібереді 19-дан 2-ні. Сонда сенде 17 км/сағат болып қалады. Түсінікті деген ойдамын. Енді соңғы сұраққа келдік. Метро эскалаторы 15 0,175 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келеді. Адам эскалатордың қозғалыс бағытымен эскалаторға қатысты 0,75 метр жылдамдықпен жүріп барады. Адам жермен салыстырғанда 30 метр қашықтықты қанша уақытта жүреді? Қараңдар. Адам эскалатордың үстінде кетіп баратыр. Егер адам эскалатордың үстінде кетсе, ол эскалаторға қатысты қозғалысы 0 метр секунд болатын еді жылдамдығы. Ал жерге қатысты просто 0,75 болатын еді. Потому что адам эскалатордың үстінде просто тұр. Эскалатор оны өзі қозғалтып жатыр. Бірақ мына жақта адам и эскалаторға мініп алған, былай жүріп баратыр. Еще оның үстінде өзі басып баратыр. Ол тағы 0,75-пен. Это андай ғой сіздер. Мындай бірдеңе бар ғой, есіңде ме? Тоже эскалатор. Бірақ мына жағдайда именно бізге былай аэропорттарда тұратын, тіке жүретін эскалатор айтып тұр да. Ал мындай эскалаторда сіздер баспалдаққа мінесіңдер да, просто сонымен тұрудың орнына үстіне лифт тағы баспалдақты басып кете беретін балалар болады, бүйтіп өздері жүріп кететін. Хотя баспалдақ и так өзі жүріп жатыр. Баспалдақ и так өзі жүрген кезде сенің оған қатысты жылдамдығың 0 метр секунд болады. Бірақ сен еще үстіне мініп алып тағы осылай басып секіретін болсаң, онда сен белгілі бір жылдамдықпен, может 5, может 10 метр жылдамдықпен бұған плюс қозғаласың. Яғни тезірек қозғаласың. Тезірек жетсең, сенің общий жылдамдығың артты деген сөз. Осы жағдайда да солай. Оның общий жылдамдығы артып кетті, үстінде тұрып тағы жүрген соң. Сол үшін 0,75-ке 0,75-ті қосамыз, және ол 1,5 метр секунд жылдамдығы екен общий. Жермен салыстырғанда оның жылдамдығы 1,5 болып тұр екен. Эскалатормен салыстырғанда 0,75. Адам жермен салыстырғанда 30 метр қашықтықта қанша уақытта жүріп өтеді? Дәл обычный формула S тең V T 30 метр бөлеміз мына жылдамдыққа 1,5-ға. Сонда адам 30 метрді 20 секундта жүріп өтеді екен. Ал сіздерге түсінікті болды деген ойдамын осы тақырып. Үй жұмысын міндетті түрде орындап алыңдар, қиын болса маған жазсаңдар болады. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Келесі көріскенше сау болыңдар.